Мына ораза айында ұсталатын тарауих намазы туралы қысқаша айтып берсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тарауих демектің өзінің мағынасы демалыс намазы, тынығу намазы деген мағынаны өз ішіне алады. Бұл тарауих намазы оразаның ішінде 20 ракағат болып, сүннет бекітілген сүннет намазы болып бекітіледі үкім бойынша. Бұл үкім шариғатта ижма мәселесімен бекітілген 20 ракағат тарауих намазы. Бұл оразаның ішінде құфтан намазынан кейін жамағатпен осы 20 ракағат, сосын 2 ракағаттан, немесе 4 ракағаттан ортасын осындай демалыспен, осындай тәсбих айтып, зікір айтып, сондай халде намазды өткізу. Оның сауабы қандай сонда? Мұның сауабы бірінші күні тарауих намазын оқығанның сауабы анасынан жаңадан туғандай пәк таза болар дейді. Яғни әр күннің өзінің сауабын белгілеген. Сол сияқты Аллах Тағала осындай бір әр күні сондай бір ерекше сауаптарды үміт еткен халде оқысын. Өткені бұл ынтымақ, бірліктің кепілі. Өткені бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уақытында болмаған. Өйткені Омар разиаллаху анхудың уақытында ижмағпен бұл фәтуамен бекітілген тарауих намаз. Ол баста 8 ракағат болған. Қазір имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхи біздің жолымыз бойынша, мазхаб бойынша 20 ракағатпен ижмағпен бекітілген намаз. Сондықтан бұл намаз бүкіл бұрын намаз оқымай жүрген, не болмаса мешітке енді келіп жүрген адам намаз үйренуіне, және де сондан не болмаса дұғаларды үйренуіне, көпшілікпен танысып, сол жерде мешітте көп уақыт болып, бір әсер алуына көп ықпалын берген. Бұл жерде ауызбіршілік, ынтымақтың да бір негізі көрінеді тарауихта. Өйткені Омар разиаллаху анхудың уақытында бұл бір қаридің артынан иқтида қылып, адамдардың бәрі тарауих намазын оқу деген болмаған. Содан кейін барып, адамдардың барлығы әр жерде біреуі намаз оқып жатыр, біреуі Құран оқып жатыр, біреуі жатыр, дұға қылып жатыр, сондай көріністерді көрсетіп отырған тағалар. Сол кезде бұл болмайды, бұлардың бәрін басын біріктіру керек деген мақсатта бір қарыны қойып, мен михрабқа артынан осы барлығы иқтида қылып, бір жүйеге түсірген дейсіз ғой? Сөйтіп басын біріктірген. Яғни бұл тарауих намазын оқудың хикметі осы еді, неге ауызбіршілікке, ынтымаққа, бірлікке шақырып еді. Бір көріністен. Сонда Омар разиаллаху анху айтты, міне қандай көркем, әдемі бидағат деді. Яғни бидағат деген сөз пайғамбардың уақытында болмаған нәрсе кейіннен болды, бірақ өте ауызбіршіліктің, мына елдің игілігіне пайдаланған жақсылыққа болған ізгі шаралар болды. Бұл Омар разиаллаху халифалық дәуірінде бұл жүзеге асқан. Сондықтан осы күнге дейін біз осы тарауих намазын 20 ракағатпен осындай өзімізді қинамай, осындай Алланы зікір еткен қалды, оразаның азаннан кешке дейін аш жүріп, ораза ұстағаннан кейін адам кешке таман сондай бір демалып намаз оқу керек. Өзін қинап емес, өзін әбігерге салып емес. Сондықтан ол тарауих намазы деп айтылады. Рахмет.